Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазақ әдебиетінің қарымды қаламгері Шерхан Мұртазаның шығармашылық жолы және тәуекел той әңгімесі. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсінесіздер. Меңгеретіндеріңіз шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындайсыздар. Алдымен автордың өміріне, шығармашылығына қысқаша шолу жасап өтейік, есімізге түсірейік. Бұрын білмейтін мәліметтерімізді түсініп, білімізді тереңдете түсейік. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте бұрынғы Әулие-Ата уезі, қазіргі Жамбыл облысы Жуалы ауданының Мыңбұлақ топырағында дүниеге келген. Әкесі Мұртаза 37 жылы Сталиндік репрессияның құрбаны болып кетеді, ал Шерхан 1941 жылы Талапты мектебінің бірінші сыныбының табалдырығын аттайды. 20 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ халқының басынан өткен түрлі тағдырлар, түрлі әлеуметтік теңсіздік, қиын қыстау кезең Шерхан Мұртазаның балалық шағымен тұспа-тұс келді. Қарымды қаламгер өзінің артынан еріп келе жатқан ізбасарларына, жас әдебиетшілерге, ақын жазушыларға үнемі қолдау білдіріп отырған. Жазушының әр жылдары Табылған теңіз, Белгісіз солдаттың баласы, Ахметжанның анты, Мылтықсыз майдан, 41 жылғы келіншек, Интернат наны әңгімелері, Қара маржан, 5 кітаптан тұратын Тұрар Рысқұловтың өмірі жайлы Қызыл жебе, Ай мен Айша романдары, шығармаларының 4 томдығы, 6 томдығы, таңдамалы шығармаларының 7 томдығы, Елім саған айтам, Елбасы сен де тыңда, Бір кем дүние кітаптары жарық көрген. Оның шығармалары шет тілдеріне де аударылған. Қазақ әдебиетінің шоқтығы биік қаламгері Шерхан Мұртаза өзінен кейін мол мұра қалдырды. Ол 2018 жылы 86 жасына қараған шақта өмірден озды. Аты айтып тұрғандай, тәуекел той әңгімесі қазіргі қазақ қоғамындағы той мәселелерін көтеретін шығарма. Ал енді баршамызға той сөзі түсінікті, ал тәуекел деген сөзді қалай түсінесіздер? Өз ойларыңызды білдіріңіздер. Жалпы тәуекел бір іске жалтақтамай батыл кірісу, белді бекем буу, қалай аяқталатыны анық емес және табысты болмаған жағдайда жағымсыз салдары болуы мүмкін екенін біле тұрып іс-әрекетке кірісу. Жалпы қазақ түсінігінде тәуекелдің екі түрі бар екен. Біреуі көз жұмып тәуекелге бел буу, әйтеуір бір сәті болар деп белді бекем буып іске кірісу. Ал екіншісі барлығымыз білетін нар тәуекел деген түсінік. Яғни алдын ала барлығы жоспарланып, ойластырылып барып іске кірісу. Олай болатын болса, шығарманың композициялық құрылысын, сюжеттік желісін түсініп талдап отырайық. Оқиғаның басталуы Керімқұлдың қуанышы қойнына сыймай, аталас ағайыны Төкеннің үйіне барып, өзінің ұлының үйлендіретіндігін айтуынан басталады. Мұны естіген Төрегелді Керімқұлға: "Тойды қайда өткізбексің? Үйіңде ме?" "Жоқ", деді Керімқұл. "Үйге кім сияды? Мен 500 адам шақырамын." "Не дейді?" деп жайсылықта сабырлы Төкен шошып орнынан атып тұрады. "500 ағайын жекжатты қайдан таптың?" "Таптым. Мына жағы Жасылкент, мына жағы Мәуелі. Сен сияқты үйде омалып отыра алмаймын. 3 облысты аралап жүріп, ағайын, құда, жекжат бәрін таптым. Тоқсанбай бабамыздың тараған үрім бұтақтың өзі 100-ден асады екен. Біз өніп өскен тұқымымыз ғой. Енді сол үрдісті ары қарай дамыта беру керек емес пе? Әрі десе, той шашырап кеткен туыстың басын біріктіреді. Ей Төке, бұл той деген дәнекер, біле білсең. Байғұс-ау, қарға тамырлы қазақтың не көп, жегжаты көп. Санай берсең 1000-нан асады. Маған десең 1000 адам шақыр, бірақ ақшаны қайдан табасың? Бұлай өзі есебін шығардың ба? Калькулятор бар дегендей." "Ой, Төкай", деп Керімқұл сасырдың сояуындай қолын бірақ сілтеді. 500 адам әрқайсысы ең құрығында 5000-нан теңге әкелмей ме? Қайта менің есебім бойынша
ресторанның төленетін ақшасын артылып өз қалтамда да қалады. Оу, сонда сол тойға шақыратын ағайынның бәрі бай деп ойлайсың ба? Керімқұлдың соядай саусақтары ербеңдеп кетті. Құрықтай мойын тамыры біреуленіп. Байы да бар, бақуаты да бар, сорлы емес. Мысалы, ана Жасылкенттегі Жеңіскүлді ал. 3 баласы 3 фирма ұстайды, бір келіні банкир. Жеңіскүл өзіміздің жиен қарындасымыз ғой. Жақында Лондонға барып қайтты. Меккеге қажылыққа барып келген. Ол үшін $1000 пішту шемішке шаққан құрлы емес. Соның өзі-ақ ресторанның жарты ақшасын атқарады, деп екіленіп барып әрең тоқтады. Яғни ағайының бай болса, асағаның май болар. Бұл оқиғаның байланысы. Оқиғаның дамуы. Керімқұлдың қонақтарды қарсы алуы. Керімқұлдың өзінің есебі бойынша әр туысы кем дегенде 5000-нен әкеледі. Мына туысым мынандай әп келеді, ағайыным мынандай, жегішатым мынандай, қарындасым мынандай, мына саудагер туысым мынандай деп өзінің ішкі есебімен әлек болып қонақтарды қарсы алып тұрады. Бұл оқиғаның дамуы. Оқиғаның шиеленісуі. Құр келген қонақтар, желге шыққан арман, әрине бұл Керімқұлдың арманы, қайыршы бала, жалғыз үміт Жеңіскүл. Керімқұл бар жақсы сәндісін киіп ап, елпілдеп қонақтарды қарсы алып жүр. Қуанып қарсы алып жүр. Бірақ дәлірек айтқанда, бұл қонақтарды емес, қонақтардың әкелетін сыйын, қонақтардың қалтасын, конвертін қарсы алып жүрген болатын. Күткендей болмады. Келген қонақтардың бірі жай ғана гүл әкелді, ресторанға келіп тұрып. Бірі тіпті бір қарындасы арзан конвет печеньені тазикке елегенге сап, менің тойға шашуым деп алып келді. Тіпті бірі өзінің пенсиясынан жинап жүрген кішігірім тиындары деп, жай ғана тиындары беріп алып келіп берді. Сөйтіп, Керімқұлдың арманы ойы бірте-бірте іске аспай жатты. Енді оның бар арманы, бар ойы тек Жеңіскүлді күтумен болды. Өйткені Жеңіскүлдің жағдайы, отбасы қандай екенін бағана жоғарыда түсіндіріп өткен болатынбыз. Әйтеуір аспанға қарап алақ-жұлақ етіп тұрған кезде джип машинасының ресторанның алдына тоқтап жатқан көріп, Керімқұл өзі елпілдеп Жеңіскүлді қарсы алуға жүгірді. Шығарманың шарықтау шегінде ұзақ күткен Жеңіскүл келді ақыры. Жеңіскүл мәшинеден түскенде перламутр төпілейі, яғни бүкіл тұла бойына таққан әшекейлерін барлығы түнгі аспанға самаладай жарық беріп, жарқыратып жіберетін. Мінекей сол кезде Жеңіскүлді көрген нағашысы жүгіріп барып қапсыра құшақтап. Сол кезде Жеңіскүл, ойпырмай нағашы, қатты күткенсіз ау деп қолдағы кішкентай ғана конвертін тоғытып жібереді. Шамамыздың жеткені осы дейді, бірақ конверт жұқалау болады. Керімқұлдың жүрегі селт ете түседі. Бірақ ол өз-өзін ішінде бәлкім $1 бар шығар деп жұбатады. Сөйтіп той басталады. Бірақ өкінішке орай Жеңіскүлге сөз уақыты келгенде, Жеңіскүл өзінің барлық асыл тастарын қолында мойында тұрғанын көріп, кенет бір жақұт тасының жоқ екенін білдіріп, жаңағы тойды жүргізіп жатқан асаба жігітке жүгіріп барады. Сен менің бриллиантымды ұрлап алдың дейді. Яғни асаба оған жоламағандығын айтып, қой жайту ұрду-тұрду, азан-қазан у-шу болып кетеді. Тойдағы бір адамдар, үлкен кісілер, сенің мойында сен келгенде ешкім жоқ болатын дейді. Сол кезде Жеңіскүл қатты ашуланып, мен тойға жақұт тасымды, яғни бриллиант тасымды киіп келген болатын дейді. Сөйтіп, тойдың шырқы бұзылып, барлығы Жеңіскүлдің жақұт тасын іздеуге кірісіп кетеді. Кейбірі той иесіне өкпелеп, қонақтар бай жиен Жеңіскүлге әуре болып кеткен той иесіне өкпелеп, наразылығын білдіріп, тойдан ерте кетіп қалады.
ағайындары тұра тұрсаңыздар, той әлі ары қарай болады ғой деген кезде өкпелеген ағайындары осы сыйыңда, осы көрсеткенде жетеді деп кетіп қалады. Сөйтіп Керімқұл бас айналып не істерін білмей абдырап тұрған кезде мейрамхана басшылар кеп тойдың ақшасын сұрады, мейрамхананың асабай кеп өздерінің музыканттарының ақшасын сұрайды. Әңгіменің соңында, яғни оқиғаның шешімі немен бітеді? Жаңағы асаба бар, мейрамхананың иесі бар, барлығы Керімқұлдан тойдың ақшасын, мейрамхананың ақшасын сұрап жатқан кезде Керімқұл абдырап, сасып, үсті басын сипай бастайды. Ондағы ойы қонақтарына келген сый сияпатын, ақшаларын барлығын жинап той иесіне, музыкантқа беру болады. Бірақ Керімқұлдың ойына сол келген конверттің ішіндегі ең қалыңдауы, томпайып тұрғандардың ішінде ақша көп шығар деп ойлап, Төрегелді деген туысының, пенсионер, яғни зейнеткер туысының әкелген конвертіне қолын сұғады. Сол кезде конверттің ішін ашып қараса, кішкентай махорка орайтын қағаздың ішіне өңкей 1 теңгеліктер мен 5 теңгеліктерді салып, пенсионер ағаңның сыйы осы, аз да болса көптей көр деп, кішкентай тілімдей қағазға жазған тілегімен 1 теңгеліктер мен 5 теңгеліктер тиындарды алып шығады. Сол кезде Керімқұл басын салбыратып, жүрегі қарс айырылардай боп отыра кетеді. Мұндағы шығарманың шешімі, яғни автордың айтпақ ойы, әр адам өзінің даңғазаланбай, бос мақтанға, бос әуреге, сарсаңға салынбай, елмен жарыспай, өзінің көрпесіне қарай көсілу керек. Әр адам өз шамасына қарап, яғни құмырсқа жолыңды біл, аяз би әліңді біл дегендей, әркім өз көрпесіне қарай көсілу керек деген тұжырымды ойды, шешімді айтады. Сонымен әңгіменің негізгі басты идеясын өздеріңіз саралап, мына дұрыс жауаппен салыстырып көріңіздер. Шығарманың басты идеясы соңғы кездегі қазақи тойлардағы белең алып, асқынып кеткен мақтаншақтық, сырапшылдық, дарақылық мінездерді ащы мысқылмен әжуалай отырып, халықты ақылға, ынсапқа шақыру. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Оқулық пен хрестоматиядан шығарманың толық нұсқасын оқып, мазмұнын біліп, талдауға дайындалыңыздар.